Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздермен бірге тауық еті мен және саңырау құлақтан жасалатын өте тойымды әрі дәмді бәліш дайындаймыз. Менің әртүрлі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп және де қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен бізге керегі ұн, сары май, жұмыртқа, тұз және де айран керек болады. Ұнымызға салқын сары майымызды үккіштен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Кейін айранымызға жұмыртқамызды және де тұзымызды араластырып, осы сұйық массаны ұнның үстіне құйып, қолымызға жабысатындай етіп қамыр илейміз. Бізде өзі қолымызға жабысатын қамыр шығады. Енді осы қамырымыз қолымызға қатты жабысып жатса, онда сәл ғана ұн сеуіп, кейін пищевой пленкеге орап, начинкамыз дайын болғанша тоңазытқышқа салып аламыз. Салмасына керек заттар: тауықтың төс еті, саңырау құлақ және де пияз, дәміне қарай тұз бен бұрыш керек болады. Саңырау құлағымызды алып, осылай тазалап, кейін кубиктап барлығын турап шығамыз. Тауықтың төс еті де және де пияз да барлығы кубиктап туралған болу керек. Табамызға кішкене сұйық май құйып, кейін осы сұйық майдың үстіне пиязымызды қосып, кішкене қуырып аламыз. Кейін оның үстіне тауықтың төс етін саламыз, екеуін қуырамыз. Кейін осылардың үстіне саңырау құлақты салып, тағы да қуырамыз. Осының арасында дәміне қарай тұз бен бұрышымызды саламыз. Барлығын саламыз және де суы тартылғанға дейін жақсылап піскенше қуырып аламыз. Бізде осымен бәліштің салмасы дайын. Енді соңында құймасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сыр және де 33% сливки, қаймақ және де 2 жұмыртқа керек болады. Сырды ең соңында қосамыз. Құймасын дайындау үшін ең алдымен сливкиімізге жұмыртқаны және де қаймақты қосып, барлығын араластырамыз. Біздің құймамыз дайын болды. Енді осы құйманы шетке қоя тұрамыз. Одан кейін тоңазытқыштағы қамырымызды алып, формамызға бортик жасап, жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Осы қамырымыздың үстіне піскен салмамызды саламыз және де бетін тегістеп жібереміз. Кейін осының үстіне құймасын құйып, қызып тұрған 170 градус пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің бәлішіміз пісуге 5-10 минут қалғанда, үккіштен өткізілген сырымызды осылай бетіне жақсылап сеуіп, кейін 5-10 минут қайтадан пешке салып аламыз. Сонда бетіндегі сыр езіліп, өте керемет болып шығады. Міне біздің тойымды әрі дәмді бәлішіміз дайын болды. Видео ұнаса, лайк пен комментария жазуды ұмытпаңыздар.